Бір үйде ақша бар, үй бар, бала бар, бірақ береке жоқ. Ал басқа үйде қарапайым ғана тұрмыс, бірақ күліп отырған отбасы бар. Себебі әйелдің мінезі бәрін өзгерткен. Бірінші бөлім оқиғаның басталуы. Айжан мен Нұрлан 5 жыл бұрын үйленген жас отбасы болатын. Алғашында бәрі жақсы еді, бірақ уақыт өте келе ұсақ-түйек ұрыс көбейді. Нұрлан жұмыстан шаршап келеді, Айжан қарсы алады. Тағы кеш, үйде бәрі менің мойнымда, сен не істейсің өзі деп. Нұрлан үндемейді, ішінен ғана үйге келген сайын тыныштық емес соғыс күтіп тұрғандай деп күрсінеді. Сол сәттен бастап ол үйге асықпайтын болды. Отбасындағы берекенің жоғалуы. Айжан жақсы әйел еді, тамақ істейді, үй жинайды, бірақ ренішті іште сақтайды, сөзбен жаралайды, әр қатесін бетіне басады, басқалардың күйеуімен салыстыратын еді. Пәленшенің күйеуі әйеліне көлік алып берді, анау адам сияқты ақша таппайсың деген сияқты сөздермен күйеуін жаралайтын. Нұрлан өзін еркек емес, кінәлі баладай сезінді. Сол күндері үйде күлкі азайды, үнсіздік көбейді, бала да мазасыздана бастады. Береке кетіп бара жатты. Бір күні Айжан ауылға барып әжесіне жолықты. Әжесі қарапайым ғана сұрады. Қызым, үйінде тыныштық бар ма деді. Айжан жылап жіберді. Әжесі жай ғана айтты. Береке еркектен емес, көбіне әйелдің мінезінен кетеді. Әйел үйдің ауасы. Ауа лас болса, ешкім тыныстай алмайды. Сосын әжесі мына 5 нәрсені айтты. Отбасын көтеретін әйелдің 5 қасиеті. Біріншісі сабыр. Ашумен айтылған сөз пышақтан өткір. Айжан енді мына нәрсені түсінді. Кейде үндемеу жеңіліс емес, ол даналық екенін. Екінші, ерін қолдау. Нұрланға сен істей алмайсың деп емес, сенің қолынан келеді деу. Еркекке сенім, ол қанат секілді. Үшінші, құрмет. Күйеуіне дауыс көтермеу, елдің алдында жамандамау, шешімді бірге қабылдау. Құрмет бар жерде опасыздық болмайды. Төртіншісі, шүкіршілік. Айжан мына нәрсені байқады. Үнемі жоқты емес, барды айтқанда үйдің іші жылына бастады. Бесінші, жылы сөз. Күнің қалай өтті, шаршадың ғой, рахмет саған деген. Осы 3 ауыз сөз еркекті үйге байлап қоятын кілт. Айжан үйге келген соң бәрі өзгере бастады. Нұрлан кешіксе, ашсың ба, тамақ дайын. Нұрлан таң қалды. Айжан ұрыс шығармай сөйлесіп үйренді. 1 апта өтті, Нұрлан өзі гүл алып келді. 2 апта өтті, жалақысын жасырмай әкелді. 1 ай өтті, үйде күлкі қайта пайда болды. Бала да қуана бастады, береке де қайтып келген. Отбасын ақша емес, әйелдің мінезі ұстап тұрады. Әйел тыныш болса, үй тыныш. Дана болса, отбасы өседі. Мейірімді болса, береке көбейеді. Егер сен әйел болсаң, сен бір әулеттің тағдырын ұстап тұрсың деген сөз. Отбасында берекені сақтаудың ең басты қасиеті қайсы деп ойлайсыз? Осы туралы өзіңіз пікіріңізді комментарийге жаза кетіңіз. Лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыз.